тумысынан ұстаз боп жаралған, шынайы ұстаз бақытына бөленген жан, әр баланың жүрегіне білім дәнін сеуіп, әр шәкіртін аялап, өмір атты шексіз ғаламға топшысын қатайтып ұшырған қадірлі ұстаз Нұрғалиева Сәния Амангелдіқызы. Кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды, себебі ұстаздық өнер, тағылымы терең өнер. Сәния апай сол ұстаздық өнердің иесі, табиғи дарын, ізгілікті ізденіспен, ерен еңбекті ұстаздықпен ұштастырған. Бала кезден мұғалім болуды армандап, Ақтөбе педагогикалық институтының шет тілдер факультетін тәмамдады. 1982 жылы алғашқы еңбек жолын Сарбұлақ орталау мектебінде бастап, 1986-89 жылдар аралығында Шалқар қалалық кәсіптік техникалық училищесінде ағылшын тілі мамандығы бойынша қызмет атқарды. 1989 жылдан бастап Әлби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектепте ағылшын тілі пәнінен дәріс берді. Ұстаз жер деген әлемнің бетін көркейткен, шәкірттеріне шуақ төккен күн ана. Ұстаз ақылдың тозбайтұғын асылы, қасиетті мамандық иелерінің ішіндегі жауһары екенін Сәния апайдың ұстаздық қызметінен ұғамыз. Апайдың шет тілін меңгертудегі шеберлігі шексіз, облыстық, республикалық баспасөз беттерінде жарық көрген, облыстық конференцияларда, халықаралық жобаларда талқыланған тәжірибесі көпшілікке аян. Intel Education, Intel Corporation, Wiki 8HKZ, Андрагог тьюторлар орталығы, Персон Логман баспасы, Айрамин әдістемелік орталығы, халықаралық Вавилов атындағы институты табыстаған мадақтамалар мен сертификаттар ұстаздың білім беру өресінің биіктігін танытады. Оқушыларын ағылшын тіліндегі конкурстарға жетік дайындағаны үшін республикалық орталықтар тағайындаған марапаттар ұстаздың тынымсыз еңбегінің жемісі екені сөзсіз. Әдебиетке жаны жақын ақын жанды, ұлттық құндылықтарды дәріптеген ұлт жанды, жауапты істі абыройлы атқарған еңбек сүйгіш, қоғамдағы іс шаралардың бәріне белсене араласатын апайдың адами қасиеттері бір төбе. Сарқылмас күш пен қуаттың иесі, білімнің қайнар көзі десе артық айтқандық емес. Жобалау технологиясы бойынша облыстық эксперимент алаңында зерттеу жұмысын жасап, ашық сабақ, коучинг өткізді, шебер класс көрсетті. 5 технологиясы бойынша республикалық ашық сабақ өткізді. Панорамалық сабақтар, сынып жетекшісі конкурстарының жүлдегері. Ең алғаш рет 2011 жылы республикалық онлайн сабақ берген, ақпараттық технологияны жетік меңгерген заманауи ұстаз. Мектеп мұғалімі бола жүріп, аудандық бірлестік, желілік қауымдастық, жас мамандар клубына ұзақ жылдар жетекшілік етті. Апайдың ақыл кеңесі мен бой түзеген жас педагогтер бүгінде де ісімен елге танымал боп білікті мамандар атанды. Ұстаз мерейін үстем етіп жүрген Сәния Амангелдіқызының ізбасар шәкірттері қаншама: Жақсылықова Майра, Ермағамбетова Арайлым, Сағымбаева Жібек, Түстікбаева Гүлмира, Жангелдина Арай, Байменчина Гүлзира сынды шәкірттері бүгінде ағылшын тілі пәнінің мұғалімдері. Молдағалиева Іңкар мектеп қабырғасында оқып жүріп ақ университеттің грантын жеңіп алды. Көптеген оқушылары облыстық пәндік олимпиада, ғылыми жобаларда, ағылшын тілінде өткізілген дебат турнирлерінде топ жарды. Қызығы мен қиындығы мол мамандықты абыройлы атқарып, ел батасына бөленген ардақты ұстаз туралы айтарымыз көп. Сәния апай жетекшілік еткен сыныптың оқушылары да білімдар, дарынды болады. Ең алғаш ұбт көрсеткіші бойынша жоғарғы ұпай жинап, алтын белгі иегері атанған да Сәния апайдың сыныбындағы оқушы болатын. Міне, адамдығы мен мамандығы астасқан жанның ұрпақ алдындағы еңбегі осындай шексіз, елдің құрметіне лайық.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің құрмет грамотасы, білім беру саласының үздігі төс белгісі, 30 жылдан астам еңбек еткен ұстаздың жемісті жылдарының куәсі. Бүгінде өз баласында, ел баласында тәрбиелеп өсірген Сәния Амангелдіқызы зейнеткерлік жасқа жетіп, құрметті демалысқа шыққан ардақты ұстаз, мейірімді ана, адал жар. Отбасыңыз бен отаныңыздың амандығын тілеп, әрдайым жан жағыңызға шуақ шашып, жадырап жүре беріңіз, қымбатты ұстаз. Мерейтойыңыз құтты болсын.